Екінші бөлімнің 4-ші оқылымы. Оған ризашылдықпен баш шұлғып алған ердана жөн болған екен. Халық қан көтерер ердің жауабын берген екенсіз. Жер өзіңізге тән болады екен. Оның асты үстіндегі байлық тек өз игілігіңізге ғана тәуелді болуға тиіс. Жайлау қыс-қыстау деп көшіп қонып жүретін қазақтың 4 түлік малы ғой, осы жер астындағы бағалы кендерді қорғап келген. Егер сол мал болмаса, ен жатқан жер жау шақырып, өзің айтқан әңгіделақтар секілді отар-шылдар жерді аясын ба, қарабас құртша тесіп кіріп сүліктей сорып кетер. Олар табиғаттың ертеңгі ұрпаққа керек екендігін ойлап жатпайды. Өздері ғана байып ішіп жесе болғаны. Ана залымдардың сізге зеңбірек пен пулеметті сыйға тартуын қарамайсыз ба? Бізде осындай күшті қару бар, жау келсе бірге қарсы тұрамыз деген аяр мықтылығын жасырын әйгілі ой. Ел билеген ер жауына сатылмасын жалғанда. Егер байлықпенен шенге басайданып ләпсін дей алмаса, ол өзі сатылып қана қоймай, жерімен қосып елді де сатып тұнады. Ұлдың құл болуы, қыздың күң болуы осыдан. Мен көрген кейбір би болыстарменен жемеңгір төрелерге ұқсамайды екенсіз. Талай ғұлама ұстаздардан сабақ алғасыз-ау тегі, деді. Ердана Қызырбектің сырын әлі де аша түскісі келіп. Сен ойлағандай бола қоймаспын. Өзіме тұшылық білім игерген болдым. Сол алған білімнің негізі әр ұлт тілінен хабар табу еді. Алғашқы ұстазым елдегі Шапиқ Қазірет деген кісі болды. Одан араб тілі менен татар тілін үйрендім. Одан кейінгі ұстазым ел Алатты молда деп атап кеткен Мұхамеджан имам болатын. Ол кісі де көп оқып, көпті жортқан адам болғандықтан, бұл жақтағы беделі жоғары болды. Әуелі Қазақстанда жүйеге түскен араб жазу үлгісіндегі емлені игертігеннен бастап, орысша, фарсы, түрік тілдерін үйретті. Ал бұл жақты мәншүрлер билеп келгендіктен, мәншүр тілін өздігімнен үйрендім. Жуңқа Минго құрылғаннан кейін Лю фамилиялы Қытай оқымыстысын тауып, Қытай тілін үйрендім. Ол кісіні ел Шыбар Шәнсің деп атаушы еді. Қытайдың ұзақ жылдық тарихынан сауат бергенде сол кісі болды. Осы кезде ежелгі шағатай жазуын үйренген болып жүрмін. Бәрінде жеттік меңгеріп кеттім деп айта алмаймын. Осы тілдердің ішінде орыс пен Қытай тілі түбі ес қататын құсай береді. Бәрін айтта бірін айт, жалғыз менің ғана оқымыстылығымның пайдасы қайдан болсын. Халқым әлі надандықтың батпағындағы бақадай тарбаңдап жүр. Ана омарташы орыстар менен кенші ағылшындарды ойламайсыз ба? Жер өмірден жат ұлттың жеріне келсе де, ешкімге алақан жайып жапақтамай, өз алдарына кәсіп жаратып кетпекші. Оларды сөйтіп құдіреттендіріп қойған күш, өнер, ғылым ғой. Бар тындырғаным Мүкіртайлыққа сайланғалы бері өз қаражатыммен ауылда мектеп аштым. 30-ға жуық бала тәрбиеленуде, бірақ бұл басқа ұлтпен салыстырғанда қандай күлкілі. Осынымды айтып алдыңда мақтанғандай болып тұрмын. Істейтін жұмыс әлі шәшетектен, деп Қызырбек бетін қайта ауыл жаққа бұрып аяңдады. Ырысқан Марияға ең алғаш таныстырған қыз Ботеке шаңырағындағы Патика болды. Төре қызымын деп кербез сінген жоқ. Жылы шыраймен күлімдей қарсы алды. Аты жөндерін, ұру туыстарын, көріп білгендерін айтысып, үйір-жүйір бола бастады. Патика жаңа қонағына сый дастарханын жайып, оңаша үйде күтумен болды. Үкіртай ордасына алыстан салауатты қызбен жігіт келіпті деген сөз ауылға желден де тез тарап үлгерген еді. Бұл хабар әсіресе қыз бозбалалардың құлағына тиісімен олардың дегбірін қашыра бастады.
Шет жағалап сыртынан сығалап та сынай қарап қалғандар қыз қаныша, жігіт қанзада болғанда екен деп көрмегендердің аңсарын аударып сілекейін шұбыртып жіберсе керек. Сонымен делебесі қозған қыз жігіттер олар барған үй маңынан ана-мынаны сылтауратып айнал соқтай бастады. Бәрінің көңілінде бір ғана таңырқау сезім, тағатсыз ой бар. Біреуі ана сұлу қыз ана жігіттің қалыңдығы екен деп суындырса, енді біреулер оны кім айтты саған, олай емес, қыз жігіттің туған қарындасы екен деп қызындырды. Ақыры аз уақыт өтпей жатып, одан бұдан сұрастырып, олардың бірге туысқан ағалы қарындасты, тіпті жігіттің аты Ердана, қыздың аты Мәриям екендігінде анықтап та болды. Пәтиқа мен Мәриям екеуі дастархан басында сыр шертісіп отырғанда сәнді киінген екі қыз есіктен кірді. Екеуі де қызыл шырайлы қой көзді, жас шамаларынан парақтылық байқалған, біреуі бойшаң келген семізше, енді біреуі жұқалтым талдырмаш, ұзын шашты қыз екен. Олар Мәриямға иіліп, ілтипатпен амандасып, төрге шықпай, төменірек орынға қатар бір жамбастарын беріп қырын отырды. Бұларда өз туыстарым, төре қыздары. Екеуі әпекелі сіңілі, басқып отырған Қазия, аяққысы Қалида деп Пәтиқа таныстырып қойды. Мәриямның жалпы ахуалын жаттап алған Пәтиқа екі қызға өз аузымен сөйлеп берді. Қазия ашық мінез тартымды қыз екен. Мәриямды көбірек сөзге тартып, тереңірек сырласты. Арғы беттегі елдің аянышты халін естігенде еріндерін сылп еткізіп қойып, көзіне жас іркіп те алды. Осылайша құлақтас, молда сабақтас, қыз мұңдас деп, төрт қыздың жайлары жарасып, аяқтап келе, бір-біреуінің киім кешек, алқа жүзік, теңге моншақтарын қызықтап сөз ете бастаған кезде тағы да бірнеше бойжеткен есіктен кірді. Ой арулар, орда толсын деп алдымен жайраңдай кірген ашаң жүзді, ұзын бойлы, маңдайы жарқыраған, дөңгелек ала көзді қыз жарық жұрқ етіп келіп Мәриямға аман сәлем жасады. Келіңдер қыздар, келіңдер. Уағдаласып қойғандай бәріміз жиыла қалыппыз ғой. Көгадай ауылында қыз қалды ма өзі, қалып қалмасын, бәрінде шақырыңдар деп Пәтиқа қалжыңдап жатыр. Ұзын бойлы қыздың аты Зылиқа екен. Шақырмасақ та шауып жетір қазір, құр қалғандай. Қызы бар, ауылдың қызығы бар. Қызыққа елітіп, қыз қырындаған жігіттерді аз емес. Сондағы қызығымыз қаншаға барар дейсің? Көктем мен күздің арасындағы гүлдің құмырындай ғана уақыт. Көбімізді атастырып, өкі тағып та үлгермеді бөгелі. Балапан басына, тұрымтай тұсына деп кетерміз әлі. Ертең ақ біреудің бәйбішесі, біреудің тоқалы боп деп Зылиқа қыздарды төгілдірді. Тоқталып тосырқамастан шешен сөйлейтін өткір мінезінен жігітке бергісіз тентектік байқалады. Біздермен ғана ауылдың қызығы бірге ақырласып кетеді дейсің бе? Артымыздан ерген сіңілдеріміз де аз емес. Олар да ертең етек жеңдерін жиып, бойын түзеп шыға келер деп Қазия қару қайтарды. Олардың өз қызығы өз тұстарында болсын деп тіле. Қылмыңдап жүріп, бізден жолды бұрын алып кетіп жүрмесе болды. Немене? Сасқан үйрек артымен жүзеді дегендей, бұл қай жорта сөйлегенің? Отырып қаламын ба деп қорқып отырсың ба? Деп қалды тағы бір қыз. Отырсам не бопты екен? Отырған қыз орын таппай ма екен? Төре болмаса да, қарадан маңдайыма жазылған бір еркек кіндікті табылып қалар. Ауылдың қызығын кетірмей онда жүре тұрсаң болды ғой. Деді Пәтиқа іліп әкетіп. Жалғыз өзім көрген қызығым жараспас. Тап сен қыздың төбетегіне басып жібермей алып қаламын. Деді Зылиқа да тағы күлдіріп. Мені де өзіңмен бірге
Oturguzup akırında karaga kangırtıp ala ketmeksin be sonda? Biyetim ay mınaň uyat goý, dedi Patika. Otursaňdar özleri de karaga tiýip kanymyzdy buzasyňlar goý. Goý oýbay, awuzlaryň jaman eken dedi Rabiga atdy tagy bir kız. Karaşa jawmy eken sogurly. Olarda da karabasy kanга bergisiz neler sılkym seri, segiz gırly bir sırlyr jigitler jürmeými? Dedi Zylika ese bermey. Mana sözleriňdi ana bulkun atekemdir estimesin. Kulaktar şalyp kalsak kurdumga getkenderiň sol. Abaýlap söýleseňdir şarularaw. Ýardynda kisi bar dedi kazyya kaýta şalyp. Atekemdirdiň gözleri karadan katynalmay jatyrmyken? Däriga jengemizse töreniň 4 gyzyna bergisiz, dep Zylika kızlardyň awyzyny açtyrmady. Osulaýça äzil kalçyňdary bir talay jerge jetip, tanyslyk bilistik ayaktagan soňda Zylika men Patika başga kızlarga söz dizginip bere gorgan jok. Kaýgay jaýdagyny aýtyp, kıran japganday güldürüp aldy. Soňunda sirge jiýer sözdü tagy öz algan Zylika: "Ja arular, şarylmagan kawundar, karkyldap gatty külgenimizde sırttagylar estip, muna kızlarda jyn sokkanba dep sögüpdi jatgan şygar. Oýnap gületiň kez kaşbas, jol azabyn tartyp gelgen Meryemde mazalay bermeyik. Demin alsyn, bugün Patikanyň konagy eken, mümkin erteň meniň konagym bolup galar. Baskamyz gaýtalyk. Meryaş, bugünden bastap biz jaksy dostlarymyz." dep kızlardy bastap çykyp ketdi. Ol kızdyň aýtmaýdyny jok, basymyz gosula galsa boldy, şeksilimizni gatarady. Köňülinde kiri jok, gaňkyldap jarkyldap turgan beti osu. Dep Patika Zylykany Meryemge gaýtadan tanystyryp goýdy. Ýa özüniňdi beýnesinde sonday minezin ägilip durýan. Köpden beri jadyrap gülgenim bugün bolar, dedi Meryem. Sol günü geçti awuldyň tuğ sırtynda jastardyň alty bakan oýuny bolup jatdy. Patika men Meryemdi dumanga şakyra kelgen kızjigitler de boldy. Birak Patika Meryem bolsa alystan at sogup çarşap kelgen korak. Bir gün tynykdyrmay jatyp, onu alty bakanga süýrep jelek dönüp gaýtemin. Özleriň dumandata beriňler, biz baralmaýmyz dep gaýtardy. Taňerteňinde Meryem jaýrak goýandy. Patika elde gaşan turup ketipdi. Özüniň japadan jalgyz jatkanyna uýalyp, är saskyraktap kaldy. Derew kiyinip tyska çygyp edi, gün göterilip geledi eken. Ýerde tirçilik kymylyna kirsip ketken awul adamlarynyň karbalaşdygy saýabyldy bastapdy. Syýır görsüge aýdalyp, buzawlaryň monşagy türülüp jatsa, kulundar jelige baýlanyp bolupdy. Oşaklarda şatyr-şutur jangan karagay kubudaktarynyň köksül tütünden jagymda iş tanawga keledi. Sazlı dala däl keşegindi malga lyk dolup ketken. Keýbir üýlerdiň esik aldarynda kız kelçekler örege kurturumçyk şaýyp jatyr. Gürpüldep pisilgen saballardyň dawsy da eşdilip galady. Sazdyň jiýeginde elde bir atly adamlar jol tartyp barady. Taw bolup üýülgen jamba otunyň kasynda bir-iki jigit döňbek jaryp jatyr. Saralady etek aýeller jorgolay basyp çaý gaýnatyp as hazırlewdiň kamynda jür. Meryem delsal bolup hatty, jaýsyzlaryp galypdy. Awzynyň tämi ketip, erini kebersip, taňdaýy kurgap, özügi küýüp çöle ketip barady. Ol tüzge barıp gaýtkanda jolunda Patika tosup durýan. "Kanday dem aldyň Meryaş?" dedi ol külümsürey. "Jaksy dem aldym, birak kanym göp gatty çöldep galypmyn." Onda salkyn kymyz guýup bereýin. Bäse öňüň keşigiden bugün bir türlü bolup gora galypdy. Seriň mandyp tamak jegeningdi körmedim goý. Aş adam çöldöküş bolady. Jür, aldymen bastawga baryp, salkyn suga beti golumyzdy juwup gerek. Oramal
Sabun ol pullarımızды alıp alayık dedi. Sazben kırgактın köbösün jargan ädemi tasbastaudun suwu sonday suguk, sonday mölдөр eken. Olar bet-goldaryn juwup bolgandan keyin-de onu munusun aýdyp darday aýaldady. Meryem suwdan kos-koldap jutup çöreň gandyrdy. Däl sol gözde ýeki şelegin kötergen, özleri şamalaş jupyny kiyingen bir kız suwga geldi. Keriýiň kızı ekeni memundalapdyr. Koldary küs-küs bolup jarlyp ketipdi. Kun gakkan maňdaýy koňurgaý tartyp betleri akdaňdykdyngan. Ressiz örlügen şaşdary da ne garaý emes, ne sargyş emes, boz goňurma bir türlü. Şekesin elsin sawsagy men kasyp goýady. Ayagyndaky jyrtyk kebisiniň bakaýlary da jyldyňdap görünipdir. Kulagynda asyrga da jok. Äýdeg bar közge körnedini, moýnunda usak tas marjany bar eken. Kabagy kirjip, kirpigi ylçykdangan. Ol äsirese Meryemge muňly janaryn tönkörüp garaý berdi. Aman salim jasap jön surasgan jok. Tepden mulgaw adamdaý tılgatmaýdy. Olardyň aldynda öz keýip kesbirinden katty kysylyp oturgany belgili. Olardyň kasyna tagy bir jastaw kelinçek çelegin göterip suwga geldi. Onun kiyimi bütün öň elbeti eretdi eken. Ol kelgen jerden elgi suw guýup oturgan kızdy okty gözümen ata garap, az kıdırıp durdu-da. Bolsaň şeý kız, syzylyp oturasyňba? Suwuňdy tez guýup al da kessi şendi. Başbaýyň suwga malanyp gitmedimi? Tart, dep şank ete galdy. Serkete düşkün elgi baýkus kızdyň kolundan çömüşi düşüp kete jazdady. Şelegi derlikli tolup bolmasa da orundan turup tez kıymıldap suwun köterip kete bardy. Meryem men Patika üý jakka betdigende Kyzyrbek bilen Erdana bulakdyň boýunda äňgimelesip dur eken. Jalgasy kelir okulumda.